Жігіттер. Короче, мен мынадай шешімге келдім. Басеге осы шешіміңіз дұрыс. Қосылам, моң болсын Басеге. Бірінші айтайын да мен шешімімді. Басеге айтпасаңыз да сіздің ой шешіміңізге. Осы жауапты айтамын. Шүлпі тағам. В общем, былай. Короче, мен мерекеге сөз салам. Михот тыңдасай? Иә. Мерекеге сөз салам. Ешкім естіп қоймасын деймін, арамызда қалсын. Сөз саласыз? Иә. Енді естіп қоймасын деп. Кім естиді оны Басеге? Біз ашық ауыз деп отырсыз. Соны айтам, біз кімде ойлап тұрмыз? Жоқ. Қазір есіңдер ме мерекеге сөз салып WhatsApp-тан жіберіп. Группа Мен айтамын, айтпаймыз. Жоқ, ешкім естіп қоймасын, натуре. Сендер ашық ауыз емессіңдер ғой, мен сендер толық білемін ғой, ашық ауыз емессіңдер. Иә. Сендер жақсы адамсыңдар ғой. Сендер мықтысыңдар. Мен сендермен араласқаныма қуанам. Короче, көмектерің керек маған. Сен мақтап жатырсың, мақтысыңдар, бір-бір есіңдер деп көмек сұрап отырайын ғой. Сау ғой, Енді сендерден көмек сұрамаған кімнен сұрайын? Топты, көндік қой. Айтшы, не көмек керек, не істеу керек, не қылу керек айтсай. Короче, менің идеям мынадай. Елестетіңдер, бәріміз кафедеміз. И менің қолымда гүл. Романтик. Мереке қарама-қарсы тұр да. Қолымда гүл. Мерекеге қарай барам да, мерекеге гүлді берем. Сен бәрін қарап тұрсың да. Сөйтіп сол жерде мерекеге қараймын да, былай айтам. Мереке, сен мен үшін қымбатсың. Менің жарым боласың ба? Иә! Басеге? Болмайды мына идея. Неге? Идеядан жүрді екенсіз ғой. Жүрміз ғой жаныңызда. Идеямыз кімге айтарын білмей. Мені тыңдасаңшы. Олай істейміз. Теңіздің жағалауы, андай, кішкене толқынмен андай, не ұрып тұрды андай. Шағалалардың дауысы шығып тұрады. Сосын анау, нені, свечалар бар ғой, солар жақып қоямыз да андай, жүрек қып, жол қып ше. Сосын ортасында мен тұрамдағын, гүліммен келештен гоникаға қарай. Шынды ма? Өзіне идея айтып отқан дейсің, маған дей, мен ғой сөз саламын. Бәрін өзіне тартып кетті ғой. Сен үйленіп қойғансың ғой? Қойыңдаршы, не айтып кеттіңдер? Давай конкретно алып қашайық. Тұрдығы аққа шығамыз. Біз условныйдасыз ғой. Ертең арыз жазып жіберсе басыңызға бәле болады ғой. Оның үстіне сіз бір нәрсе бүлдірсеңіз, ертең мен де кетемін ғой жұмыстан. Қойшы. Бір ашуыңыз беріңіз, Тұрдығы. Бір ашуың. Участковыйдікі дұрыс. Тартекеңдікі де жөн бірақ. Сендер вообще идеяларың ұнап отқан жоқ маған. Мен бұндай жасай алмаймын, ұялам ғой мен. Маған нормальный идея керек. Сюрприз жасау керек маған, сюрприз. Сюрприз ба керек, Маған айтсайшы. Сюрприз дегенді өлтірем ғой мен, досым. Мен кішкентай кезімде туған кезде сюрприз деген ғой мен. Не керек екен, бәрін айт маған. Сюрприз дегенді істеп берем, уайымдама досым. Бәрін істеп берем. Сен уайымдама деп алдыңдағыдай таппай қалмайын сені. Жоқ болып кетті ғой, уайымдама деп. Уайымдатып кетті ғой. Шығып кесек болған ғой. Үлкен ба, кіші ма? Кіші ғой. Тез шығасың ба? Тез шығамыз да, кіреміз да шығамыз. Адам ыңғайсыз жағдайға қалады сенде. Мә, қыздар, мен ақтауға ырза болдым мен. Кәм тәш қала екен ғой, Мен мынандай әдемі қала бар екен білмеппін Қазақстанда. Дубай, Анталияға барудың қажет жоқ қой. Мына ақтаудың қасында шетелге кешіресіздер ғой. Күшті екен, ырза болдым мен. Мереке айтпашы күшті, әдемі, енді тамақтарын айтшы сен, тамақтары сочный, мощный, күштісін ай. Ана фантазияңды сәл теңізге де бөлсей, бір қашан айтасың, теңіз әдемі екен, қаласы әдемі екен, анаусы. Жүрген жеріңде тамақтарын мақтайсың да жүресің ғой. Жалпы сен тамақ таңдамайсың, негіз білесің ба? Қай қалаға барсаң да. Сен Қашқадарияға барсаң да тамағы мақтап кетедің өткенде. Мереке, шай қойып жіберіңдерші. Қойдыңдар ма? Болды онда, құя беріңдер, қазір барып ішемін. Қалай кетті? Болдыңдар ма, онда жинай берейік мына жерді. Шынымен қазір жігіттерге шай дайындап жүрейік. Толик, сен маған қарағанда жеп-жеңілсің ғой. Дайындап жүрсің. Жарайды. Мен соңғы кезде арықтап кеттім, тез-тез қимылдайтын маған байқайсың ба? Қатты кәс қойып келем,
жай арықташы, ама уайымдап қалам мен. Жарайды. Денсаулығым күтші сәл. Сен бар магазиннен дастарханға қоятын анамны алып келсейін. Жарайды. Түрің тыржитпай барып кел. Мереке сен сәл отырып демалып ал, ема? Болды, мереке. Жақсы. Мылтық, қайқа жассың? Өй, сен не ағып жүрсің? Не ағып жүрген сен бір өзіңді қалай жіберем? Саған бір нәрсе болса мен өз-өзім кешірмеймін ғой. Оныңыз жақсы екен, жүріңіз. Кеттік жүр. Тәтті екен, жақсы екен. Өте жақсы. Тұртеке, Жеп отырық қой? жесеңші. Сіз ештеңе жеген жоқсыз ғой, әлі азаматтан бері. Рахмет тойым. Жеңіз. Бұл түсіндім мен. Тіртіген тойдырып өзіне жеткізе алмақшы ғой. Самам да. Байқал өзіңнен асып өтіп кетпесін ары қарай. Алдында жүгіріп бар. Бүкіл онда әйелдің политикасы бірдей екен. Мерекеде мені қартайта алмай жүр ғой. Не болды сендерге? Қайта тойлегіме тиісіп. Жетер енді. Тұрдеке, не болды? Сізге қатты дөрекі сөйлеуге болмайды ғой? Не үшін? Сіз условныйдасыз ғой? Условный деген қиын. Тұрдеке, условный ешқашан оңай болмаған, есіңізде болсын. Қойшы сен. Условныйдың общий условиясы жоқ. Сіз қайта қазір условиясы бар. Ыстық суы, мұздай суы кіріп тұр, душ, туалет іште, жақсы жерде отырсыз. Болмайды бұл. Жай. Өзіңізді басып сөйлеңіз. Қатты сөйлеу болмайды ма ғой? Ешкімге қатты сөйлеуге болмайды. Бір қатты сөйледі ма кетейін деп отыр. Қылмысы көп қой басында. Жай жүреміз ғой. Қылды үстінде жүрдіз ғой? Маңдайың дай жүрген бос тұр ғой. Ой, Болмайды. Қойыңдаршы. Тұртеке, дұрыс айтады, негізі мыналар тәтті жемесеңіз жемей-ақ қойыңызшы. Оның үстіне тәттінің тәтті жеп отырғаны бір түрлі екен, сіз өзіңіз тәттісіз ғой. Нама тәтті? Сәл оны бәле ғой. Қалайсыңдар? Азиз, қайдан келдіңдер? Магазиннен? Сен де бардың бәле мылтық бір өзі кетіп баратыр еді. Бұлар дым фантазиялар жоқ. Қыдыру қалсам магазин жаққа барады, заправкаға барады. Ойыңдашы? Аптекаға барады, сондай жерде жүреді. Азиздерің мылтықты жалғыз жібермейтін болған. Әнде артынан егіп ізбез жүретін болған ғой. Қойшы болды. Сендерге бір нәрсе болса бүйтіп шығады екенсіңдер. Просто өтініш айтты да. Затым көп, ауыр дегенсің. Өтініш болғасын, қыз жасағасын, қайтармайсың, бардың да. Ауыр ғой, иә. Бір бақлаш ауыр болады. Мынаны столға қоймасын да. Сүт ауыр екен ғой негізі. Белің алып кеткен жоқ. Ойбай деп бүйтіп құлап кетсе. Әкеші өзіңізді басын алып кетеді. Айтпақшы. Азиз, айтпақшы қыздар, мен сендерді, короче, массажға жазып қойдым ғой. Ана жерін айта алмаймын енді. Дерзкий енді ана Бізде барамыз да? Сендер барасыңдар. Қыздар ғана барады массаж. Қыздар барады. Ол қыздар мен сендер айтайын. Ана жер бар ғой, Ақтауда номер один. Мықты сұмдық енді. массажды жақсылап істейді екен. Ана массаждан шыққаннан кейін бар ғой, былқ етпей бір ай ұйықтайсың. Зор да. Батырлар сияқты десе, иә? Біздің Толик итак бір ай ұйықтайды ғой, қалай болады екен? Онда 2 ай ұйықтайды Толик. Ұзаққа кетіп қалады. Иә, ары қарай жүріп кетуі мүмкін. Оны Накстен сұрай салайықшы бірден. Бізгеше ең қымбат, ең әдемі, оригинальный, сондай бір жүзік керек. Нәні қарап көріңізші жігіттер. Досым жүзік қой. Жүзік қой. Жүзік қой енді. Жүзік қой енді, сепшік емес қой. Сепшік қып тақ қойды жақсы. Мынау не ма? Қанша тұрады? Гуникаға да біреуін асам ба деуін да біз? Бұл бір дана ғана шығарылады. Бір дана ма? Қанша екен бағасы? Вай. Басы екен өлі көп қонады? Отты,
Осыны беріңізші маған. Осыны аласың ба, бәсеке? Мына жүзігін ше, ертең мереке бір саусағын тағып алғаннан кейін саусағымен бірге жоғалтып алмайды, шыңнекте тағы мереке. Шәуке, сіздер шіркеттесіңдер ма? Иә. Сізде ма? Жоқ, жігіттер бұл сатылмайды, ренжімеңдер ешқандай. Бұрында тұр екен, Неге сатылмайды? жоқ, сатылмайды. Жаңа берем дедіңіз. Ой, алайық та. Берем деп тұр. Мен екі есе бағасын төлеймін. Жоқ, ақшаң да, өзің де, мінезің де керек емес, болды, сатылмайды, болды, бұл бара ғой. Керек емес. Тастайық, түсініп тұр. Белгісі келіп тұрған жоқ қой, Михон. Жақсы, сау болыңыз. Ана ешкім алмайды, мен сияқты бай жоқ. Сау бол, бұл бара ғой. Сау болыңыз, тыныштық болу керек. Толик, даусыңды шығармашы дейтіге сыртта жаман естіледі екен ше. Сіз де ана кроватты қатты қимылдата бермеңізші кім? Мәке, бірақ Мәке массажды өлтіреді екесе, ой, өмірдің көрі ләззаты кәдімгідей массажда екен ғой, ә? Толик, мен арқамнан қанша тонна тұз шыққанын білесің бе сен? Қанша? 7 тонна шықты ғой кәдімгідей. Мен уже тұз сатумен айналыса берсем болады екен. Компания екен ғой, тұз шығаратын менің арқам ше. Рахат екен е массаж, е? Мә, Мелеке, айтпаш, күшті екен. Мен бұлай массаж жасатқанда 4 айлық едім. 4 айлығымда шаңғыртып істеткен, есімде қалып кетеді. Базар жоқ, сен памятіңе ше кәдімгі бар ғой, е? Не ондай настроениең жоқ қой, представляю? Мен жасатпайтын шығармын. Не, массажына? Неге? Ойлана осындай шешімге келдім. Ой, мылтық, сен қайта жасатсай күшті болып қаласың, жеңілденіп, арқаңнан ауыр жүк түседі, менен қанша жүк түсті уже. Бірақ сол кете тұрған сияқты негізі. Жаңа интернетке массаж деп жазған ғой. Білмеймін, что-то қорқып қалдым, ыңғайсыз ғой. Құршы еш жаным, есің дұрыс па сенің? Не көресің сен кіп-кішкенде ол? Қумай ондай емес, ондай екен ғой. Құршылар өте ана жаққа жат. Сатпайым деп қояды ол сақинаны. Қатайып тұрған ес. Керек ет сол сақинасы маған. По-любому сол сақинаны алмай қоймаймын мен. Басеке, тоқтап бір жерін айтсаңызшы. Тосым, жабысып қалдың сол сақинаға. Мына Ақтауда дүнияның сақинасы бар ғой, таңдап тауып аламыз да, бір нормалысын тасташы болды. Басеке, маған бәрібір екен деп қалмаңыз. Мен сіз жақтамын ғой. Бірақ сонда да болса, көтеріп сөйлесіп жіберейін мен, телефон, Че там, Михон? Түскі отчетың ба? Дұрыстап бере, ертең ауылға барғасын сөгіс естіп. Арқаңнан 100 дүре соқпасын келіншегің. Қысашы, Азиз. Әзілдейтін уақыт тапқан екенсің сен де. Одан ана сақинаны қалай аламыз, соны ойластырайық. Бір сенде шен нервті күйдіріп кәдімгідей бар. Айтып тұрмын ғой, дүнияның сақинасы бар ғой досым яқта. Дерскі жерлерден алып аламыз ертең барып. Уайымдамашы досым. Маған именно сол сақина керек. Маған бір зат ұнады ма, мен соны алмай тынбаймын. Білесің ғой сен? Қырсық баласың ғой. Қырсық балам ғой? Осындайың шесің. Қырсықпын ғой мен. Ұнамайды да осындай. Жақсы, Гүни. Өздерің? Ау? Он кейін WhatsApp'та айтам, WhatsApp'та. Ой, былай айтамайым, WhatsApp'та айтам. Сағындым, сағындым. Енді қалада жүрміз ғой, музыканы даусын ес. Үшеуміз жүрміз, Арсен, Азиз үшеуміз. Қыздар жоқ, қуа бермеші сенде. Болмайтын нәрсе. Кейін хабарласам да, мені шақырып жатыр. Давай дейме, сосын хабарласам.
ол кіс деген келмейді ол. Енді не? Сол жақта кіс демейсің. Кісіш. Тасасы, қойыңдар. Сен бәріне шиш қоса бересің ба не? Енді келіп атқан жоқ қой кіс дегенге. Не істейміз енді? Не істегенде ше досым? Қалай болады екен? Бірақ ше досым, любой нәрсеңе көнемін ғой, любой нәрсеңді істеуге дайынмын ғой, сен үшін білесің ғой. Ойлану керек просто. Короче, анау жаңағы сатушы бізге ғана сатпаймын деп тұр ғой. Бізге басқа адамды ақша беріп жіберу керек сияқты сатып алып кел деп ше. Дұрыс, басқа адам. Басқа біреу ақша беріп жіберіп таппай қалып кім біледі? Арты жақсы болмайды ғой. Қашып кетіп жатса дағы. Иә, дұрыс емес. Негізі дұрыс айтасың, негізі сен соңғы кезде дұрыс айтатын болып жүрсің. Иә. Сіз де соңғы кезде вообще дұрыс айтпай жүрсіз. Қалай дұрыс айтпай жүрсің? Дұрыс сөйлемейсіз. Мерекеге қосылғалы. Қалай мерекеге қалай? Тоқташы, тасташы. Анашы біреу құлап жатыр әншті кішкентай бала ма? Көмектесейін. Есің дұрыс па сенің? Аяғыңмен бір теуіп көзің көгеткен не ана кісінің? Өз ғой нервный точкамды басып баған. Аяғым өзі көтеріліп кетті ғой. Әйтсе тебейін деген жоқ едім. Ой, Фирмай, сен точкаларың апашан екен бар ғой? Басып қалсаң бір нәрсе істеп жүретін болса. Бұған жақындамау керек екен. Сен екінші мамандығын көзге көрсе ойнеме? Соны қызылға бітірген сияқтысың ғой сен чоса. Бофты, Арсений звонить не істедік екен. Ап кетсін бізде, я? Кішкентай сәбеу қалай расман? Алло? Ау жан. Қалайсың әлін? Енді не телефонмен сөйлесіп тұрған? Қалада, иә, қалада. Азиз, Михон, иә, өзіміз ғой. Мә, рахмет, мына Димас бар ғой, күшті отыр, ұнады өзге қатты ше. Не ана жақта нені дауыс шығып отыр? Жоқ, жан не ғой, артта анау бір Москва бір не қылып жатыр да, мазамыз алып жатыр, соның дауысы ғой. Иә, жақсы өзім хабарласам жана. Бопты, иә, жақсы сонда, ха. Не істеп жүрсің? Телефонмен сөйлесіп адам. Тұр, інім. Тұр, түс болып тұр. Не дейді Мереке? Арқайын жүре беріңші, бәрі жақсы деп тұр ғой. Азизім қалай екен? Ешкім тиіспепті ма? Бәрі дұрыс шығар, Азизім көп қойды жұрттар, Ойбой, не болды? Бәрі дұрыс, уайымдамаш құрсын. Тыртығымды сағындым, тыртекемді сағындым, төлегім деген сөзін, алақанын сағындым. Мына байғұстардай, сен екеуің бар ғой, махаббаттан қатты стресс алып абайландар. Бір екеуіңде ана жігіт бар сияқты ше, бейшара. Мен күнде жігіт болса асыл өліп қалатын шығарсыңдар, Інім оян, су шаш. Беш шаш су бетіне тездетші. Ой, тездетші, не істеп тұрсың? Мен танып тұрсың ба? Мен танып тұрсың ба? Жынды ма сен танымайды бір Мен не ақтан өлді? Бойшы. Жоқ, жынды ма? Тұрмашы? Атың кім сен? Атың кім? Хотя біреуге ұқсамайын ба? Арсен? Сіздің балаңыз ба? Иә, менің балам саған жағдай қалай? Күн өтіп кеткен өзің талқы. Тұра. Ай, бар. Сіз мынау жаңа кісіміз ба? Мамаң ба? Мамасы Жүз тегісіміз ба? сау болың жігіттер, сау болың, рахмет балам. Кескендеріңе. Бағана бізге жүз сатпай қойған апай күні. Сол ғой. Өзі ғой. Сау болың, рахмет жігіттер, сау болың. Құлап жатыр екен дәйірді біз. Сау болың. Иә, су шашып. Күн өткен ба деймін. Алла разы болсын, рахмет. Үйге жүріңіздер, шай ішіңіздер. Астан ауысеңіздер, ет асайын. Біздің орнымызда любой адам болса дәл осылай істейді. Сау болың, Алла разы болсын. Үйге жүріңіздер, жігіттер, қонақ болыңыздар. Дастархан жайып қойын, келіңіздер, ас ішіп кетіңіздер, шай ішіп кетіңіздер. Жүріңіздер. Қойшы ай, астан үлкен емеспіз. Кіріп тамақ жеп. Тамақ ішіп кеттің, ас ішіп кеттің. Адрес қандай? Міне, осы келе қойын, екінші этажға көтеріле қойын. Иә. Оң жаққа есікті ашып қоям, келін жігіттер. Жоқ емес, жоқ түгілдім, келіңдер, сау болың. Мен балам Кейінірек келейік біз жұмысымызды бітіріп шамалы. Болады, келің. Иә, бұл. Келің, есік ашып. Келеміз, точно. Адрес осы? Қарап жүрсеңші балаңызға. Аты кім? Арсен, ай, молодец, батыр екен. Молодец, батыр жігіт, давай. Молодец. Иә, қарап жүріңіз. Әдемі қыз көрген ау деймін да, әйелді. Құлап жатқан. Құлаған ғой, құлап қалған. Күн өткенше. Күн өткен. Берік.
Берік. Қорылдамаш, миды ашып жібердің. Көке. Тұршы ана өлмеге жатшы. Миды ашып жібердің ма? Қорылда. Бармай қойшы ояққа қасында отырш. Просто ұйықтамай отырш қасында. Бар, одан да шай қойып беш, жарайды. Берсмейді, мызғылағыш тірдегі. Мызғымай қой, шай қойып беш, жарайды мақұл. Тірдегі шай қойып бүгіннің шамал ұйықтау ойында. Ой, кейін ұйықтайсың, басым ауырып кетті, қор етіп, немене бе? Жарайды мақұл. Шай да қоймай қойш. Ұйықтамай қойш бе? Аналар да қайда кетті, адам қарын ашты. Мына кісен де бәле болды бай. Көке, қойш. Не болды? Тамақ жедіңдер ғой. Қазір ғана беш бармақ. Сен өзің жартылеген жедің ғой. Десерт қой берді. Шамалы кішкентай. Шаймен жейді. Ұяттарың жоқ екен сен. Ал қонақтар қалай? Жайға сұрасыздар ма? Саяқтан алып қойыңдар. Рахмет үлкен, жақсы Сау бәрі. болыңдар. Үлкен рахмет. Дәмді болыпты, бәрі күшті. Өзіңіз жасадыңыз ба? Иә, сау болыңдар. Мына болды, рахмет сіздерге де. Сөзімді жерге қалдырмай үйімнен ас ішуге келіп жатқандарыңызға мың алғысымды айтам. Үлкен рахмет. Мана баламды қатты уайымдап кеткенмін. Сіздерге жеткенше аяқ қолым қатты дірілдеп. Сол аман есен алып қалып. Ал енді жігіттерге айтатын кішкене енді мана ыңғайсыз жағдай болып қалдық. Енді сіздерді Шымкенттікте бөліп жүзігімді сатпай жүріп жатырмын. Енді сол үшін қатты ыңғайсызданып тұрмын. Жаңағы айтады ғой, бөлінгенді бөрі жейді деп қазақтарда. Жаңағы ұлттың жаманы жоқ, адамның жаманы бар деген сияқты өзімді қатты ыңғайсыз сезініп тұрмын, шынымды айтсам. Мен де жаңа сізге қатты кетіп қалдым бір-екі рет. Мен мінезім сондай өзі. Иә, ештеңе етпейді. Басекеңді мінезім мал арасында кейде. Жылқы жануар деп атым да, жылқы сияқты. Болды, онда біз тамақ ішіп болдық, тұрайық. Мен жаңа пичагым қайда, пичагымды бересің. Бар мында жүріп берейін. Давай, Арсен, тезка. Давай, Ақтауға келгенде хабарласып тұрайық енді. Кеттік па? Не болды жаңа ана ел мынаған неғып күле біледі да? Ой, тасташы. Осылардың телефонын бәрі мен тасып жүремін. Жан, негізі мен осы жақын достарымыздың барлығын жинап, Ақтаудағы номер бір ресторанды жалдап алып, саған сөз салғым келген. Бірақ өкінішке орай сақина таппадым, сақина ала алмадым. Сондықтан енді ауылға барған соң салам деп шешіп тұрмын. Жоқ, ода тұрған ештеме жоқ қой. Одан соң сақина ол міндетті емес. Айтпақшы, мен білем маған сөз салайын деп жүргенімді. Қайдан білесің? Гуника айтып қойған. Мен айтқан жоқпын. Кім айтты? Гуника өзі біліп қойды. Сонда да болса ренжіме енді. Жоқ, құсын, не деп ренжемін. Сен барыңа рахмет. Не батыр? Мынау не? Айттым ғой, сюрприз бітпейді бұның ше? Сақина қаяқтан жүр? Сөйткен екен ғой. Рахмет о кісіге. Жан, онда ендеше жан, осы сәт пайдалана отырып, мен сені алғаш көргенде ешқандай қызға ұқсамайтын ерекше, еркекше екеніңді көрдім. Бірақ бір көргеннен ұнатып қалдым, шынымды айтсам. Барлық есімде әлі сені алғаш көргенім. Сөздің қысқасы, менімен бірге өмірің соңына дейін бірге болуға келісесің ба? Жан, терлетіп жердің ғымна сөздеріңмен. Рахмет. Иә. Я келісемін. Ағай, жыламаңызшы, не болды? Жоқ, жылап атқан жоқ па? Не болды? Жоқ, көзіме шып.
стесняп шақырмағансыңдар. Хотя маған айтпайсыздар ма? Мен келсем Тыртекеңді келеді ғой.